Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай пеште пісетін қазан самса дайындап үйренетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, тұз, сармай және су қажет болады. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Үстіне тұзымызды, сармайымызды салып, ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырыңыз қатты болып қалмасын, жұмсақ етіп илеңіздер. Илеп алып, біраз уақытқа қойып қоямыз, пока біз начинкасын дайындап алғанша. Начинкасына бізге картоп, тауық еті, пияз және іш май немесе құйрық май керек болады. Кез келген етті алсаңыздар да болады. Алдымен картоптарымызды кубиктап турап аламыз. Пиязымызды да солай кубиктап турап аламыз. Менде мұнда құйрық май болмағандықтан іш майды қостым. Ештеңе етпейді. Егер сіздерде құйрық май болса, онда тіптен жақсы болады. Енді етімізді де турап аламыз. Кез келген етті қоса берсеңіздер болады. Сиыр немесе қойдың еті болса, онда тіптен жақсы болады. Мен сүйегін алып тастап, тек қана етін қалдырдым. Міне біз барлық начинкамызды дайындап алдық. Енді тұзымызды, бұрышымызды, приправамызды өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосып аласыздар. Енді жақсылап араластырып аламыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді міне біздің қамырымыздың да қанып әдем болды. Енді осы қамырымызды 8 бөлікке бөлетін боламыз. Мен жасаған рецепт бойынша мұнда 8 бөлікке бөледі. Егер сіздерде адам аз көп болатын болса, осындағы ингредиенттерді азайтып немесе көбейтіп жасай бересіздер. 8 бөлікке бөліп алдық. Міне мен бірінші бөлігін алдым. Енді әр бөлігімізді осылай 3-ке бөлеміз. Әр бөліктен осылай кішкентай 2 бөлік аламыз. Бір үлкен, бір кіші. Міне бұл бізге қазанның қақпағы, тұтқасы былай ұстайтын. Мынаны қазанның шет-шетін жасауға керек болады қазір. Міне бұл бір бөліктен осылай бөліп алып қоямыз. Енді қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Қамырымызды қатты жұқа, қалың етіп жаймайсыздар. Осындай кесеге жайған қамырымызды салып аламыз. Ішіне түсіріп, енді ішіне начинкамызды салып аламыз. Начинкамызды салдық. Үстіне сармай саласыздар осылай. Енді жабасыздар. Видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап бекітіп жабыңыздар. Әйтпесе астынан майы ағып кетеді екен. Осылай 4 жағынан да бекітесіздер астын. Енді біз қазанымыздың міне тұтқасы кішкене. Енді шетінде, қазанның шетін жасау үшін бөліп алған қамырымызды осылай созып, міне қазанның үстіне қоясыздар. Барлық қамырды осылай жайып істеп аласыздар, видеода көрсетілгендей. Міне достар, біз барлық қамырымызды дайындап алдық. Енді үстіне жұмыртқа шағып, күнжіт, мак сепсеңіздер де болады. Енді 180 градуста 40-50 минутқа пісіріп аласыздар. Міне достар, біздің қазан самсаларымыз дайын. Алып ұсына берсеңіздер болады. Көрінісінің өзі өте әдемі. Енді ішін ашып көрейік. Міне
іші де піскен. Өте дәмді шығады. Расымен де жасап көрсеңіздер болады. Келесі видеода сіздерге қатпарлы самса жасаудың түрін көрсететін боламын.